Баршаңызға сәлем. Қазір мен триатлон паркта судың жағалауында өте әдемі көрініс болып жатыр. Күн батайын деп жатыр. Камера алып едім жаңа. Соны мен түсіріп көрсетейін деп едім. Сапасы қалай екен деп. Осыдан бір ай бұрын DJI Osmo Pocket 4 деген 4-ші нұсқасы шықты осы камераның. 15 күн бұрын алдым осын. Шықты ғой жаңа. Сатылымға шықты. Сөйтіп алдым, алайын ба алмайын ба деп. Сосын интернеттен бір блогер осын 3-ші нұсқасының видеосын оригинал форматта салып қойған екен облакаға. Соны жазып алып тексеріп компьютерде көрсем өте сапасы жақсы екен. Мынандай кішкентай камера үшін сондай сапалы видео түсірген маған бірден ұнап қалды. Мен бұрын ойлайтын едім мынандай кішкентай камералар қалай түсіреді деп. Бұрын болар еді ғой кішкентай камера. Сол кезде көргенде анандай ойда қалып қойғам ғой мен. Кішкентай камералар дұрыс түсіре алмайды деп. Жақында осын Pocket 3-ші нұсқасының видеосын көрген кезде ойым өзгерді. Кішкентай камералар қазір кезде бұл жерде 1 дюймовый сенсор қойылған ғой, орнатылған. Сол себепті сапасы өте жақсы екен. Өзіңмен қалтаңа салып тасып жүргенге сумкасы бар, сумкасын саласың. Және микрофоны бар, микрофон сапасы өте жақсы. Мен алысқа кете берем, мысалға былай. Алысқа кете берем, сөйлей берем. Беспроводной сөйлегендердің бәрі таза жазылады. Қазір ветрозащитасы қосылған. Сол себепті желдің дауысы естілмеу керек. Жалпы камера жаңа және бір минусын байқадым. Өте үлкен мен үшін бір минус. Ол басқаларға бәріне минус деп ойлаймын. Сол мысалға камера қосасыз, микрофонды қосасыз, сол кезде беспроводной жалғанады ғой бір-біріне. Жақсы істеп тұрады. Мысалы запись бастыңыз, дыбысыңыз әдемі жазылады. Бірақ мен солай түсіріп жүремін. Сосын камерамда зарядкасын эконом жасайын деп өшіріп қоямын. Бірақ петличканы өшірмеймін, өйткені оның заряды бір 8 сағатқа сонда жетеді деп жазылған. Шамамен 8 сағат шығар, 8 сағат деп жазылған. Шамамен қателесіп өзім. Сөйтіп бұны өшірмейсіз сіз, бірақ камераны өшіресіз. Қалтаңызға салып, қолыңызға ұстап тасып жүре бересіз өшірілген түрінде. Сосын түсіретін кезде қосасыз ғой камераны. Олар қайтадан өзі жалғанады, автоматты түрде жалғанған кезде экранда пайда болады, кәдімгі екеуі жалғанды деген DJI микрофон қосылды, DJI Mic 3 деген қосылды дейді. Бірақ түсіресіз видео, сосын компьютерде ашып қалсам, дыбысы былай жазылған ғой, былай жақсы жазып келеді. Сосын бірден тегіс болып кетеді ғой. Дыбысым жоқ, сосын бар. Дыбысым жоқ, сосын бар. Былай волнасы монтаж жасасаңыз, сондай ол видео мүлдем брак болып кетеді ғой. Адамның сөйлегенін жарты сағат сөйтіп сіз тексермей, алдын ала тексеріп алмай, жарты сағат сөйтіп жазатын болсаңыз, үйге келіп компьютер сағанда көрінеді ғой, андай дыбысы жоқ болып қалады ғой. Сол себепті оны жалғанған кезде бір 5 секунд, 10 секунд тексеріп көріңіз керек, сөйлеп. Сол бірдеңе тоқтамай сөйлеуіңіз керек. Сол кезде тоқтамай сөйлеген кезіңізде дыбысыңыз үзіле ме, үзілмей ме, соны тексересіз ғой. Әр 2 секунд сайын үзіліп тұрады. Сөйлейсіз, үзіліп қалады, былай тып-тыныш болып қалады, сөйлейсіз. Сосын солай көрініп қалады бүкіл сондай минустары. Сол себепті қазір қайтарайын десем, қайтарғым да келмей жатыр. Мен камераның сапасы өте жақсы, бәрі жақсы, ұнап жатыр. Тек қана осы микрофонның байқағаным осындай минусы бар. Қазір соның үшін қосқан кезде, камерамды қосқан кезде мен микрофонымды да өшіріп, қайтадан қосам, қайтадан бірге жалғансын деп ше, бір уақытта. Жаңадан байланса жақсы жазылады екен. Сосын одан бөлек, дыбыстан бөлек ND фильтр алдым. Қазір ND фильтр тағылған камерама. ND фильтр деген көз әйнек қой, камераға арналған көз әйнек қара. Сол осындай қазір күн көп түсіп тұр бетіме. Соның жарығын азайту үшін осылай көз әйнек тағып қоясыз. Мысалы қазір көрсетемін сіздерге, қараңыздар. Түсіп кетпейтін шығар. Өте қазір бетіме жарық өте көп. Сол себепті мына қазір жарық көп, мынандай көз әйнегі бар, осындай тағып қоясыздар. Айналып кетті ма? Ренжіп қалды ғой дейме? Ренжіп қалды. Көз әйнегін жұлып алдым камерадан. Соған ренжіп. Жалпы бұлай жақсы. Қазір ND 64 қосып қойғам. ND 64-те осындай ND фильтр. Осындай көрініс. DJI-дің өзінің официальный ND фильтрларын алдым. Ішінде 3-еу бар екен. Қазір көрсетемін. DJI-ның официальный өзінің ND фильтрларын алдым. Сол себепті басында негізі кімнің фильтрін алсам екен, қайсы фирманыкін деп көп ойландым. Өйткені бұл ND фильтрлардың ең жаман жағы
камераға келген кезде сапасын бұзады ғой. Егер сапасы жаман болса, мына түсін бұзады. Мысалға адамның бетінің түсі болады ғой, мына аспан, көк түс, мына жасыл талды түсірсең жасыл болады, сол түстері бұзылып кетеді. Түстері бұзылып кетеді егер энди фильтрдің сапасы жаман болса. Сосын ол түстен бұрын цветтері бұзылғаннан бөлек тағы түсіріп жатқан камераның резкісі бар ғой, ол да бұзылады. Мүлдем сапасы болып кетеді ғой. Сол себепті кімнен аларымды білмей, қандай фильтрден аларымды білмей, мынандай энди фильтрс DJI-дан алып алдым. Ішіндегі енді интернеттен оқып қарасам, DJI-дің өзі шығарғаннан кейін сапасы нәрсе шығармайтын шығар деп алдым енді. Бұл енді фильтрде мен бір нәрсені байқағаным, түстер әрине кішкене өзгертіледі ғой, бірақ резкістер жақсы. Мынандай несі бар екен, үстінде айнасы бар да. Қазір көрсетейін. Үстінде айна бар да, кәдімгідей мына қараңыз, айна бар. Сіз мына камераға қосқан кезіңізде күнге қарап түсіресіз ғой камераны. Сол кезде бликтарды ұстамайды ғой, былай күннің жарығын түсіресіз ғой. Қазір көрсетемін. Қазір былай артына қосып алайын. Мысалы қараңыз, күнді түсіріп отырмын, иә. Егер камера жаман болып кетсе, андай блик энди фильтр слабый болса, немесе объектив слабый болса, мына күннің шағылыстарын ұстап алады ғой, былай сапасы жаман болып кетеді, бликовать етеді. Кәдімгідей пар болып кеткендей ғой. Суық жерден жылы жерге кіреді ғой. Сондай сияқты. Қазір қараңыз, қандай контрастный. Өте әдемі. Күнге қарап тура ұстап тұрмын. Сонда да андай не жоқ та. Бликтар қалай керемет қой. Жақсы. Осыны мен бұрын байқамаған екен осындай нәрселерді. Осында ойлап шығарған екен. Өте жақсы екен. Көп сапасы объективтарда осындай несі бар ғой, қасиеті. Күнге қаратып қалсаң, жай күнге қаратпай-ақ, жай ана шырақ стол болады, светтері болады ғой, сол светке қаратсаң да блик болып кетеді ғой. Жалпы жақсы. Автотрекинг деген керемет нәрсе ғой. Мен оңға жүрем, солға жүрем, мен өзі түсіреді. Қазір уақытта сондай болып кетті ғой, барлығы. Оператор керек. Бірақ мындай цифровой функцияларымен өзін түсіре бересің, қиналмай. Керемет емес пе? Өте ыңғайлы. Мысалға үйіңізде өз камераны қойып қоясыз. Өз сіз түсіреді. Әдемі.